Арма қазағым, Ватиканда жаңа Рим бабасын сайлады және соға қатысты мен Евангелие деген кітап туралы бірнеше сөз айтып кеткім келеді. Көптеген адамдар Евангелиені оқыса, оны діни кітабы ретінде оқиды, кейбіргілері оны оқыса, енді бір қате іздеген сияқты болып оқиды. Негізінде қайбір кітап болса да сондай бір Евангелие болсын, Библия болсын, Махабхарата болсын, Рамаяма болсын, Құран болсын, басқа діни кітап болсын, оның барлығы негізінде көркем әдебиет ретінде оқуға тырысуға сөйту керек. Енді Евангелие ол негізінде таза Еуропаның заты болады, ойы болады. Бұл жерде ешқандай авраамдық жаңағы иудейлердің несі қатысы жоқ. Иисус Христос ол Құдай кейіпкері болады және ол адамның денесіне бітіліп, адам болып туылып, адамның өмірін сүріп, ол адам сияқты Голгофа деген жерде өзін құрбан етіп өліп кетеді. Бұл жерде қандай ой бар? Көптеген христиандардың өздері де оны түсінбейді, себебі фанатик ретінде оқиды. Сонда Құдай адамның денесіне бітіледі, яғни адамның денесі сондай мықты, тіптен Құдайдың өзінде ол денесіне кіргізе алады деген, қабылдай алады, көтеріп жүре алады деген бұл жерде ой бар. Адам сондай терең деген ой бар да. Тіптен Құдайға тең бола алатындай жағдайға келе алады деген осындай ой бар. Сонымен, әрине Евангелие деген кітап ол Европаның мәдениетіне, әдебиетіне өте үлкен әсер берген кітап болады. Мысалы, Сақина әміршісі деген Толкиннің кітабын алсақ, ол жерде Фродо Бэггинстің жолы Иисус Христостың жолына қатты ұқсайды. Фродо Бэггинсте ол Мордорға саяхатында оның ешқандай қайтып келем деген, тірі қалам деген үміті жоқ. Бұл өзін құрбан етуге дайын Фродо. Сонымен қоса, мына Харри Поттер деген Джоан Роулингтің кітабы бар. Бұл жерде Харри Поттер ол мәсіх болып саналады, мәсіх бала, және оның жолы да сол шайтандармен жаңағы күресу деген сияқты, зұлыммен күресу жолы болады. Сонымен Харри Поттер ең үлкен зұлымды жеңіп шығу керек, Волан-де-Мортты жеңіп шығу керек, сөйтіп әлемді құтқару керек деген бұл жерде ой бар. Негізінде әдебиетте, жаңа литературоведение, әдебиеттануда не бар, мынандай түсінік бар, евангельские тропы деген, және ол өте көп кітаптарларда кездесетін символизм болады. Аман бол.